Lala, өте кереметтей көңіл күймен бүгінгі көңіл күйімді бастайыншы. Мына жердің бәрін тазалап тастау керек қой. Немене бәле, мына жердің бәріне мусор болып кеткен. Маша қайда? Машаға айтайын қазір дейтін. Аша есікті, Маша. Ойбай, сындыр қойыппын ғой. Қайсы ет тұрған? Мен ғой, мама. Жапшы аузыңды, короче, Маша, немене өлен аяқтың бәрі мусор-пусор. Нау не қаутина болып кеткен ғой мына жердің бәрі. Сындырма. Неге сындырма, қуасың ба? Сен өрмекшіден қорқпайсың ба не? Өрмекшілер дейтін, қорқынышты түнде шағылатса дейтін, денеңді дейді. Сен өлімге жинап барады өрмекші дейді. Мен қорқпайды екен өрмекші адамдардан. Олар чорттар ғой, білесің. Өрмекші адам емес, өрмекші адамнан ешкім қорқпайды. Өрмекшіден деймін саған. Өрмекші дүмсе алмайды, мен бұларды айтсайым ғой, білесің бе? Наңғара бүйтіп қытсам қолын көрін бе? Қолымен бұлай жағып соған көрін бе? Түксе алмайды бұлар көрін бе? Бұлар оқтар ғой, наңғара бүйтен наңғара жүгіремді өте ашып қалам көрін бе? Түксе алмайды бұлар маған. Бұлар дейтін, сен оның жынына тиіп атсың ғой өрмекшілердің, білесің бе? Құмаш түмсе алмайды, по-любому бұлар дейтін, білесің бе? Наңғара көрінбе түксе алмайды бұлар. Мен деген мықты адамын ғой, сен қорқақ шығарсың, бірақ мен мықтымын, түсіндің. Енді жинап жүрсейші, мусор болмаған бәрі. Жинамай, мен өзім білем, түсіндің бе? Жинамасаң, жинамай-ақ қой, мә онда саған, давай. Мусорыңды. Есік алды ана, шөпті қырсайып, ең болмаса, қырмайым, түсіндің бе? Қырмайым, конкретно қырмайым, түсіндің бе? Мен бұның барлығын қырма, сөйтіп, болмайды ғой, жүре берем. Жүре берем, түсіндің бе? Жүре берем, не керек саған, түфі саған, түсіндің бе? Өзім білем, өзімнің елім, өзімнің жерім, мен ешкімнен қорқпайым, түсіндің бе? Бұл өрмекші адамдар олар. Точно өрмекшіден қорқ. Өрмекші адам не береді, жынды. Чағыр, қайсы өрмекшін чағыршы, раз бармай, айтсай, любой не, конкретно, любой не. Давай, кетші бәрі. Короче, достар, барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге мен Аю. Достар, бүгінгі бөлімде мен дейтін пранк жасамайын десем де пранк жасауға тура келіп тұр. Өйткені мына Маша мен нерма тиіп бітті. Достар, қараңыздар. Осырғанда мен оған айтып тұрмын. Мына шөптің бәрі шығып біткен, ең болмаса есік алдыңның шөбін қырсай, кішкене шапсай деп ше, кішкене таза сосай. Бәрі өрмекшін торы қаптап кеткен, короче, достар. Мен ойланып тұрмын. Давайте, достар, Маша бүгінгі бөлімде өрмекші болып пранк жасайықшы. Давайте, менде как раз өрмекшілер бар. Өрмекші деп қорқынышты өрмекшілер болады. Анда ше, қорқыныша мутант өрмекші болып, достар, бүгінгі бөлімде Машаға пранк жасағым келіп отыр. Әбден үрмеген бөлімде бар ғой. Қорқпайын, анадан қорқпайын, мінеден қорқпайын, көрсетем мен оған дейтін, достар. Короче, достар, видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпайыныз. Давайте бәріміз, достар, бізде дейтін активіміз түсіп кетіпті. Давайте бәріміз осырғанда дейтін подписаться кнопкасына астық қызыл, соны басып, және де қасында тұрған колокольчик және де лайк басуды ұмытпайыныз, достар. Ошым сіздер білесіздер ғой, тек соны ғана жасаңыздар. Мен сіздерге күнде қызықты видеолар шығарып тұрамын. Маша мен Аю сіздерге ұнайды ғой, білем ғой мен. Сол үшін, достар, сіздерге өтінішім сол, достар. Сіздерден маған лайк пен подписка, және де ал менен керемет видео, қызықты видео. Ал, достар, кеттік ал. Қазір мен дейтін дайындалып алайын бірінші дейтін. Бізде қандай өрмекшілер бар екен? Бізде обычный кәдімгі өрмекші бар, мына жақта ше. Не oldu? Болды. Бізде дейтін атауы динозаврлар бар екен. Ондай жерде, мен өзім қорқам, мен андайлардан бар ғой. Так, бізде дейтін өрмекшінің өзі қайда? Өрмелеп, мынандай өрмекші бар ғой, енді атауы қарасаңыздар. Не өрмекші, вообще қорқынышты емес, бірақ мынау, шошқа өрмекші ма? Давайте, достар, бұны да қолданып көреміз бүгінгі бөлімде. Және де, достар, мына өрмекшілерді айтсаңыздар сіздер. Міне, вот, достар, мен осындай болып бүгінгі бөлімде Машаға пранк жасайтын боламын. Мына өрмекшіден қорықпаса білмедім енді. Машаны қолымызға паутиналар алып аламыз да, Машаны әбден гінейміз ғой. Паутинаны алып алдым. Так, және де бізде тағы қандай өрмекшілердің түрі бар екен. Мынандай өрмекші достар, не хватает дейді ғой. Давайте соңында осымен барайық, достар. Ё-моё, дейтін. Давайте, достар, мынау менің неме көрінбейді ғой, қарасаңдаршы. Қараңыздар, аяқтарын қараңыздар. Маша көп қоймасын, мынаның үйінде жатыр ау дейме. Так, жарайды. Так, мынаны алып аламыз, мынаған отырып аламыз. Міне, достар, болды. Осы болып, қазір мен Машаға пранк жасайтын боламын. Ал ана мутант өрмекшіні, достар, түнде қолданатын боламыз. Ол кезде вообще жүрегін ұшырамыз ғой біздің Машаның ше. Давайте кеттік ал, жаймен деп бастай берейік. Дыбысын қарасыңдаршы, достар, дыбысы да қорқынышты ғой. Так, мына жерге шейін қойып қойып, болды, кеттік ал. Жаймен.
үйінің бәрін бірінші өрмекшіге толтырып бастай берейік. Оп. Себет. Так, мына бүйтіп шығып кетеміз да. Маша, жаныма кел, менен қорықпайтын Маша. Кел, неге қашып тұрсың? Мен өрмелеп ала аламын мына жерге. Тұр бір орында, по-любому қамалып қаласың. Тұр бір орында. Жылама, шағып адам. Маша, сен мені кім деп ойлап жүрсің, Сен менен қорықпаймын деп ойладың ба? Мен күні бойы сенің артыңнан аңдып күнде қаныңды сорып жүрген немін мен дейтін. Түсіндің ба? Ей, 20 түйме қаз, қорғағым апсайын. Мен сен қорықпай, вообще-то түсіндің ба? Ана, әкел қылшыңда кел. Әкел қылшыңда. Қыз, онда менде... Ал сен не істейсің ал? Мен сені қамап сен өстіп тұрасың азан кешке шейін. Мен қашып кетем ол жерден, түсіндің ба? Мені қылыш бар вообще, қарадан қара көрді. Бол, берем, тиіспейсің ба маған сен енді? Тиіспейін, бол, әкел. Мечтерің бәрін әкел. Сен мен үйімнен кетесің ба? Әкел мечіңді. Кетесің ба? Сен дейтін. Тақпайтын. Ал. Молодец. Өстпейсің ба баяғыдан бері? Маша, бері кел. Сен менен қорықпайсың ба не? Мен қалай қорқым керек мен сонда сенен құрсатып. Мен түрім қорқынышты ғой, қалай қорықпайсың мен өрмекшімін ғой. Мен сені адамды ойлаған жоқ қояды. Түспе маған. Екі айлып кеттің ба? Сені артын... Сен не білесің? Кір үйге. Кір үйге. Сен немне бәлеге өзгеріп кете бересің? Мен өрмекшінің көкесімін, сондықтан көп құтыра берме, түсіндің ба? Сен өрмекшілерден қалай қорықпайын деп әңгіме айтасың, өрмекшілер білесің ба? Мен қорқынышты жәндіктердің бір түрлі, түсіндің ба? Өтірік соқпа, сен ішіңнен өтірік айтып тұрсың, қорқам деп қорықпайсың, сен білемін. Мен бәрінен қорқамын. Мен қорқамын ғой, сонда мен бәрінен қорқамын. Болып мен қойып жіберші, мен сені қорқамын, өрмекші өтін. Көрмедір мені. Саған вообще кетші бар. Мынаусын ес басың істемей ма? Сені қалай шығар мен қазір? Мені қойып жібер. Маша, қиналдың ба? Мен саған
болды кешірші мен сенің нандарды алып қойдым сенің жіптеріңді болды қайтарып бердім Ол саған. қайтарып бердің ба? Иә. Енді менен келіп. Қашам енді қашам болды мама кетпес маған ештеңе. Қашып баратсың. Бол Тұр бір орында. Бердім. Бердің ба? Онда айт. Өрмекшелер ең керемет. Жан, топ 1-1. Короче, өрмекші. Айтпаймын сені. Айтпайсың ба? Айтам. Тиіспе маған. Айт Тиіспейсің бол. ба сен маған айтсам. Жоқ, тиіспеймін. Тиіспейсің. Құдай ақыдыш. Тиіспеймін. Айтсай болды, өйтіп айтуға болмайды ғой. Болды, өрмекшілер ең ақтар. Мынау. Сен түрің мал сияқты қақтасын. Мен жындырдым. Қазір менен арыстандар. Жүндірғаны маған. Түн қыламы қазір. Түн. Пайда бол. Түн пайда бол. Үш рет айту керек маған. Түн пайда бол. Немене бәрі мынау? Бергел, Маша. Өзін өлтірем жүрсіз Бергел, қазір мен сені өлтіріп тастайын. Ема, дұрыс деме, тиіспе ештеңеге. Мама, не бәлесін? Бірдеңе ұқсайды екен. Сен не прикол ұстаптысың ба не? Прикол емес, шын айтам. Болды, лақпа, аппай әме қыз емессің ма? Екі қауатық қылмыз. Сен кешірім үшін... Короче, биле бол. Биле. Қандай биле? Қалай билейін? Билейсің, ән айтып билейсің. Таманама касетта. Қандай өлең айтайын сонда? Бөлексің, жаным бөлексің. Жоқ, оны айтпа. Қандай? Мамасита, папасита ма? Жоқ, не айтып атсың? Так, қазір сен аюдың жақсы көретін өлеңін айтсай. Сексилейле. Не прикол ұстапсың, өлтіріпсің? Прикол емес. Аюдың өлең, жақсы көретін өлең қандай оның? Аюдың жақсы көретін өлмейсің ба не? Папасита сол ғой? Қумашты. Ол пятка ма өлеңі? Жоқ. Үй жақта кездес енді. Алайсың? Көрдің ба сен? Мама, үйімді қарашы мама, құтқаш, аю құтқаш. Жындыбас. Мен ғой сол өрмекші қарасай, мана өзім өрмекшіге айналып кете алам қара. Оп. Көрдің ба? Пранк. Пранк. Мені қылсын қақта, мені қылсын да қойшы. Болды, давай. Сен айттың ғой, өрмекшілерден қорықпаймын, анау-мынау деп шықпайдың ғой ыстырғанда. Қалай шықпадың сонда, сен мен шықақ деген кеп тұрма сонда? Сен шықақсың, шықақ Маша деп атаймыз бүгінгі бөлімде. Давайте достар, комментарияға жазып кетемін, шықақ Маша деп. Бүгінгі бөлім өте қызықты болды деп ойлаймын. Ана лайктарыңызды басып арнаңызға жазуды ұмытпаймыз. Маша қайда? Мә онда саған. Короче, осындай видеодан лайктарыңызды басып арнаңызға жазуды ұмытпаймыз. Келесі бөлімде көріскенше. Давайте.